Ассалаумағалейкум, қадірлі қазылар алқасы. Мен сіздерге мұражай мәдени мұра көзі деген жобамды ұсынамын. Жобаның мақсаты мұражайды ата-бабамыздың тарихынан қайнар көз ретінде таныту және мәдени мұраны сақтаушысы, жеткізушісі етіп көрсету. Жобаның болжамы: салт дәстүрі мен мәдениетінен, тарихынан қол үзбеген жас ұрпақ ғасырдан ғасырға нық аттайды. Асыл мұрамызды жаңғырту арқылы жастарды ой санасын, түп тамырымызды білуге жетелеу, қызықтыру маңызды. Жобаның өзектілігі: мәдениетіміздің ажырамас бөлігі және көнекөз дәріптеушісі саналатын мұражайды ұлтымыздың әдет-ғұрпы мен салт дәстүріне сай етіп жабдықтау, оның құндылығын насихаттау. Мынау біздің мектебіміздегі ашылған мұражай. Бұл 2017 жылы 15 желтоқсанда ашылды. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Райхан Нұркешқызының бастамасымен құрылды. Мұражайдағы мәдени мұраларды мына кезеңдерге жатқызуға болады. Бірінші, көне мұра жәдігерлері. Ол жебенің ұшы, ағаш астау, ағаш тостақ, ағаш сандық, қамшы, ағаш шоқпар жатады. Екінші, 18 ғасыр жәдігерлері. Ол қол диірмен, жезлеген, қаламұш пен сия сауыт, ауыздық, сырмақтар, тұскиіздер жатады. Үшінші, 19-20 ғасырлар жәдігерлері. Ол шалбар, зат белгісімен тұрған 1938 жылғы 50-60 жылдардағы құжатнамалар, яғни құрмет пен марапаттау қағаздары, ескі ақша үлгілері, музыкалық аспаптар, май шайқауға арналған арнайы құрал, құмандар, шойын үтіктер, оюлы ағаш үстел, су тасуға арналған иін ағаш, баспа аппараттары және тағы басқалары жатады. Мұнда 50-ден астам бұйымдар бар. Оларда тұрмыста қолданатын заттар, тарихтан сыр шерттер, құжатнамалар, майдан және тыл еңбеккерлері суреттері мен портреттері деп бөлуге болады. Олардан бөлек музыкалық аспаптар мен патефон, күйтабақтар сақталған. Ел тарихының кезеңдерін бейнелейтін кеңес заманындағы ақша мен тиындар баспа аппараты да қойылған. Көп жәдігерлер үй тұрмысында қазақ өмірімен біте қайнасқан. Сандық, кебеже, тұскиіздер, асадал, ағаш үстел мен сырмақтар, ағаш астау, жезлеген сияқты халықтың материалды мұрасын көрсетеді. Қазақ тұрмысы кереге мен уықтан үйілген киіз үйсіз елестету мүмкін емес. Оның да элементтері төрден орын алған. Ел тарихында күркіреп өтті бір соғыс деп, күңірене отырып еске алатын кезең бұл ұлы отан соғысы. Ауылымыздың майдан ардагерлерінің суреттері мен орден медальдарына да арнайы бұрыш бар. Олардың ішінен өз нағашы атам Байжұманұлы Оспанды мақтанышпен айта аламын. Варшаваны, Чехословакияны азат етуге қатысқан Оспан атам 7-ші гвардияда ерлікпен шайқасқан. Одан бөлек Ақбозат, Қазақ хандығының құрылуы, Шопан ата атты картиналар да бар. Олар осы мектептен ұшқан түлектердің қылқаламынан туған туындылар. Бұларға қарап, халықтың өмірінің бір көрінісін елестетуге болады. Мынау қоңыр үнді домбыра. Осы шағын ауылдағы мұраны, мәдени мұраны сақтап келе жатқан ошақ, ол мұражай. Ол ескі мен жаңаның арасын жалғап тұрған көпір тәріздес. Мол мәдени мұрамыздың материалды және рухани игіліктерімізді бізге көнеден суыртпақтап жеткізіп тұрғандай. Өз мұрамызды қол үзбей, санамызды халқымның тәлімі мен әдет салтынан алыстатпай ұстайтын мұражай. Ұрпақ үшін ең үлкен тәрбие құралы дегім келеді.